Бәріне сәлем. Өткен сабақта біздер медиа файлдармен жұмыс жасап үйрендік. Бүгін біздер посттарды құрастырып бастаймыз. Ол үшін біздер пост қосымшасына өтейік және осы жерде жаңа файл бастаймыз. New file urls py. Бұл файлдың іші мына users файлдың ішіндегі urls-қа қатты ұқсайды. Осыны көшіріп, осы жердегі заттарды пайдалансақ болады. Бізге тек бір ғана root керек. Оны біздер былай жасаймыз. Бұл жерде тек біреуін қалдырып, постқа арналған posts, usetте post, usetте жазамыз. Так, оған және мына жерге атын posts деп қоя салсақ болады. Және келесі нәрсе, оны URL pattern іске қосамыз. Мына users viewsetті posts деген қосымшадан шақырамыз. Бітті. Келесі views деген жерге барамыз да, енді осы классымызды бастайық. Post viewset. Және осы жерде алдыңғы сабақта көргеніміздей model viewset бастасақ болады. Model viewset. Біздерге қазір viewsets деген кітапхананы импорт жасау керек. Рендер өшіріп бастай береміз. From REST framework import viewsets дейміз. Келесі біздер енді тағы бізге керек нәрселер from post import models дейміз. Енді осы посттың модельдерімен жұмыс жасаймыз. Model viewset классының ішінде біздер queryset деген айнымал енгізу керекпіз. Пост моделінің барлық объектісін шақырып тұратын болады. Және келесі нәрсе біздерге өзіміздің сериализаторларымызды анықтау керек. Сол сериализаторларымызға көшейік. Мына жерге алдын ала жазып қойсақ болады. Serializer класс. Тем болады serializers post serializer. Және оны да импорт жасауымыз керек. Бізде бұл файл қазірге жоқ. Енді осыны жаңадан ашайық. Serializers py. Енді осының ішінде сериализаторларымызды анықтап жасайық. Ең бірінші керек кітапханаларға импорт жасаймыз. REST framework import serializers және from posts models import post. Немесе мына жерде негізінен барлық модельдерді импорт жасаған өте ыңғайлы болады бізге. Және post serializerға классымызды ашаймыз. Serializers model serializer деген класстан импорт жасаймыз. Енді осының барлық жолдарын анықтайық. Біздерге бірінші ID керек. Бірінші модельге өтіп қандай жолдар бар, соны көріп шығайық. Оның ID автоматты түрде қойылатын болады. Посттың авторы бар, және оның сипаттамасы бар, суреті бар, құрастырылған уақыты, немесе өзгертілген уақыты, және тегтері, лайктары бар. Лайктарын және тегтерін кейінірек реализация жасайтын боламыз. Қазір біздерге посттың өзін құрастыру қызығырақ. Енді біздер білетін жолымызбен осы жолдарды сипаттап жазып шығайық. Modelsқа өтіп, оны тікелей былай көшіріп алсақ болады. Бұл тез код жазуға өте қолайлы. Visual Studio Code'тың командаларын жаттап алсаңыздар болады. Менде бұл команда Command Shift Option деген және үстіңгі немесе астыңғы стрелкаларды қозғау арқылы жасалынады. Так, біздер филдтың сипаттамасын бердік. Енді осыны біздер views'тің ішінде пайдаланамыз. Міне барлығын көріп тұр. Тамаша. Енді келесі нәрсе осы құрастырылған посттарды көруге админ панелін дұрыстасақ болады. Ол үшін admin py файлына кіреміз. Және осы жерде былай жазамыз. Яғни post model post. Мен мына жерде import models деймін. Және осы админ арқылы, админ сайт регистр арқылы біздер осы модельді админ панеліне шығарамыз. Және келесі нәрсе біздерде мынандай нәрсе, мына автор, мысалы осы постты құрастыратын автор, автоматты түрде осы автор деген жерге түсіп тұру керек. Соны жасағымыз келсе, біздер былай жасаймыз. Model viewset'дің ішіне кіретін болсақ, create model mixin деген бар.
осы mixin бізде осындай 3 метод арқылы сипатталған. Біздің бірінші метод create. Бұл жерде яғни басты логикасы бізде сериализатор алынады, оны тексереді, деректердің дұрыстығы. Және perform create деген метод шақырылады. Бұл perform create мына метод. Осының ішінде serializer save деген метод орындалып жатыр функция. Бірақ біздер осыны өзімізге қалауымызша үстінен жазып, яғни осы жерде біз қай автор осы постты құрастырып жатыр, соны алдын ала беріп қоя аламыз. Ол үшін былай жасаймыз. Мына жерде ашайық. Def perform create. Мінекей. Ол өзіне мына жерде көретін болсақ, жаңағы create-қа барып, self және serializer деген екі атрибут алады. Біз оны serializer және осы жерде өзімізге керек логикамыз жазып алу керекпіз. Біздер былай жасаймыз. Serializer save дейміз де, автор тең болады self request user дейміз. Self request user дегеніміз авторизацияда қай адам арқылы осы жерге сұраныс келіп тұр, сол адамның ID түседі деген сөз. Яғни біздер осылай постты кім құрастырғанын біліп отыратын боламыз. Енді келесі мәселе, біздер авторизациядағы осы адам, мына біз models'тың ішінде автоматты түрде оны алу, өзгерту және өшіру, құрастыру деген сияқты миксиндер автоматты түрде қолданылатын болады. Және осы кезде біздерге өзгерткен кезде біздер мына посттағы авторды өзгерте алмауымыз керек, суретті өзгерте алмауымыз керек. Біздер осы логиканы жазу үшін әрқайсысына өзінің сериализаторын жазғанымыз дұрыс. Сол үшін біздер былай жасайық, serializers'ге қайтадан барамыз және жаңадан сериализатор ашамыз. Біздер жаңа құрастыруға сериализатор ашамыз және өзгертуге және деректерді алуға сериализатор ашайық. Мысалы, create post serializer. Ол бізде мына керек деректердің барлығы бар. Осы post serializer'дан мұрагерлікке алады. Және ішінде класс meta деген класс болады бізде. Осы meta классы мына сериализатордың ішіндегі meta классынан мұрагерлік алуына болады. Біз солай жазайық. Post serializer meta. Және біздер мына жерде не үшін бөліп алып жаздық? Мына құрастырған кезінде авторды тек біздер мысалы кері алып қажет емес, біз авторды тек жазу үшін пайдалансақ болады. Және біздер суретті міндетті жол ретінде көрсетіп қоя аламыз. Ол үшін extra keywords деген айнымалы ашамыз. Бұл бізде dictionary, осы dictionary'ді ашамыз. Ішінде жолдарды сипаттаймыз. Мысалы, мына жерде көріп тұрғанымыздай автор және оның ішінде жаңа dictionary read only true дейміз. Сол кезде бұл оқиды, бірақ бізге write only деген керек. Яғни біз тек бұл жолды жаза аламыз деген сөз. Және біз оны required false етуіміз керек, себебі автор деген жолды біз запрос, яғни сұраныс жасаған кезде JSON-нан сұрамаймыз. JSON-нан авторды енгізбейміз. Бұл бізде токеннен алынып автоматты түсетін болады осы жерге. Енді келесі жолымыз image. Image'ді біздер required дейміз. Яғни бұл міндетті жол ретінде белгілеп жатырмыз. Бұл бізде create үшін болды. Енді update үшін жасайық. Update serializer. Ол да бізде post serializer'дан мұрагерлікке алады. Мына жерге ашып жазайын. Классы да сондай. Класс meta. Және бізде мына жерде маңызды жері read only деп ашсақ болады. Жаңа айнымалы. Осы айнымалылар тек оқуға арналған, бұлар өзгертілмейді деп береміз. Яғни бізде ол қандай айнымалылар? Автор және сурет өзгермеу керек. Ал суреттің сипаттамасы ол өзгере алады. Мысалы, мына post модулға кірсек, міне description деген жер бізде өзгере алады. Ал автор мен image ол өзгере алмайды. Осылай. Енді біздер постты алуға жаңа сериализатор жасайық. Retrieve serializer. Бұл жерде біз post serializer'дан тағы да осылай мұрагерлікке аламыз. Text likes дегендер бізге керек емес.
методы осылай болады. Бірақ бізге мета керек емес. Бұл жерде жай ғана осы сериализатор қалай жұмыс жасайды, соны қайтара берсек болады. Осы бізге жеткілікті болу керек. Енді қайтадан views деген файлымызға барамыз. Views деген файлымызға барып, get serializer class деген методқа әрбір өзінің сериализаторын шақырайық. Ол үшін былай жасаймыз. Get serializer class және осы жерде жазамыз. If self action create деген жолға тең болса, онда біздер create post сериализаторын қайтарамыз. Ал егер ол update дегенге тең болса, біздер update serializer дегенді қайтарамыз. If retrieve болса, retrieve serializer дегенді қайтарамыз. Ал егер ешқандай болмаса, біз жай ғана post осы сериализаторды қайтарсақ болады. Міне жай ғана қарапайым осылай жазып шықтық. Мына жерде update деген жерде update бізде толықтай өзгертеді, ал біз patch деген метод пайдаланатын болсақ, partial update деп қосып қойсақ болады. Оны мына models-тан көрсек болады. Міне update және мына жерде partial update деген екінші метод тұр, осы орындалады. Егер осы орындалған жағдайда да біз осы сериализаторды пайдаланамыз деген сөз. Екінші біз өзімізге қажет сериализаторларды жазып біттік. Енді былай жасайық. Мына посттарды өзгертетін кезде оның тек авторы ғана өзгерте алу керек. Сол үшін біздер тек автор өзгертетіндей етіп жасауымыз керек. Мысалы, олай жасау үшін біз алдыңғы сабақтарда auth және permissions деген жерде isOwner деген permission жасап шыққан болатынбыз. Біздерге осы permissionға кішкене өзгерістер енгізу керек, және біздің кодымыз біз ойлағандай жұмыс жасайтын болады. Ол үшін біз мына жолды көшіріп қайталап қойсақ болады. Яғни егер осы объектіде мынау бізде басқа объект, алдыңғы сабақта біз бұл объектті профиль үшін ашқан болатынбыз. Мысалы, usersқа өтіп қарасаңыз, ол жерде user деп жазылып тұр. Сол үшін біз ол жерге user деп жаздық. Ал егер біздерде постқа өтетін болсақ, посттың ішінде ол user'ın моделіне арналған жол автор. Яғни осы авторды мына жерге автор деп жазамыз. Яғни объектте автор деген атрибут бар деп күтеміз де, осы жерде осыны request user мен теңестіреміз. Request user, яғни авторизацияланған адам. Осы адаммен посттың авторы бірдей болса, онда яғни біз оған true қайтарамыз да, осы объектіге оның құқығы бар деген сөзді білдіреді. Так, енді осыны осы жерге импорт жасап пайдаланайық. Ол үшін from auth permissions is owner, осы owner дегенді енді жерге permission classes is owner деп шақырамыз. Біз осылай шақырсақ, яғни бұл барлық осы методтар үшін осы permission орындалатын болады. Бұлайша кодымызды біттік. Ендігі қалған мәселе осы URLs-та біздер осылай бөліп жазып шықтық. Енді осыны глобальный ең басты проектіміздің URL-сына қосу керек. Ол үшін суреттер ішіндегі URLs файлына өтеміз. Осы жерде алдыңғы сабақтарда users URLs деп қосқан болатынбыз. Дәл осылай тек posts деп қоса саламыз. Осы posts'тағы URLs деген модуль жауап береді деген сөз. Яғни біз өте тез арада CRUD операцияларын пост модель үшін жасап шықтық. Енді осыны тексеріп көрейік. Ол үшін Postmanға өтеміз. Postman'да жаңа папка ашамыз осы жерге. Мына жерге add folder дегенді басамыз. Және осы папканың атын posts деп берейік. Кіші әріппен барлығын бірдей етіп қойған дұрыс. Келесі create profile-ды көшіріп мына ішіне қоя тұрайын пока. Осыны өзгерте салу бізге оңайырақ болады. Create post болып өзгертеміз. Profiles-ның орнына post істейміз. Енді біздерде авторизация ол access токенді алады. Ал мына жерде біз JSON запрос емес, біздерге form data жіберу керек, себебі бізде сурет болады. Сол үшін мен былай жасайым. Алдымен серверімізді қосайық. Manage by run server. Енді осы постқа жай ғана сұранып жібереміз. Бізге авторизациялауды сұранып тұр. Авторизация, create post, файл берілмеді дейді. Енді файл берілу үшін біз былай жасаймыз. Мына жерде form data дегенді пайдаланамыз. Called image.
image, мына жерге файл, и мына жерден файл таңдаймыз. Алдыңғы сабақтағы файлдарды таңдаймын. Және одан бөлек қандай жолдар бар бізде? Одан бөлек автор description деген жол бар. Мысалы, descriptionға description деп жазам. Мына жерде автоматты түрде толтырсақ болады оны. Рандом. Неше түрлі автоматты түрде рандоммен берілетін тексттер бар. Мысалы, мен рандом текст қойғым келіп тұр. Random abbreviation, abstract image, adjective, көптеген түрлері бар. Lorem lines дейміз сондай. Lorem lines деген бұл HTML-дағы тексеруге арналған бір жолдар. Міне ол осындай автоматты түрде тексттар беріледі. Осы тексттарды пайдаланып тест жасасаңыздар болады. Мен random lorem lines деген айныманы пайдаландым. Бұл өзіне өзі толтырып отыратын болады. Енді келесі image description бердік. Бізде автор өзінен өзі қойылатын болады. ID да бізде өзі қойылады. Created, update сәйкесінше өздері қойылатын болады. Осы екі жолды берсек жеткілікті екен. Енді send дейміз. Міне, біздің сипаттамамыз, суретіміз және қай уақыт құрылды, сол деректер бізге қайтты. Яғни create деген мына посттарды құратын API-ні жасап тұр. Суреті де көрініп тұр, иә. Так, енді біздер осы жерге өтіп, admin деген жолды ашатын болсақ, admin арқылы кірейін. Admin арқылы кірсем, міне посттар бар. Мен админге қостым оны. Осы посттың ішіне кіріп, міне пост object деп тұр. Бұл кішкене түсініксіздеу. Осыны түсініктету үшін біз мына жерге, так, post деген модулға str деген метод ашу керекпіз. Бұл string деген метод, яғни бұл жерде пост қалай көрініп тұрады, соны көрсетеміз. Яғни мен бірінші бұл посттың ID-ін салғым келеді. Сол үшін self ID дейм. Және self author username. Одан бөлек коммент жаңағы посттың description сипаттамасын шығарып қояйық. Self description. Міне айдос деген адамның посты көріп тұрмыз. Ішіне кірсек, міне иттің суреті және деректері. Тегтарды біз кейін жасайтын боламыз. Жалпы посттар құрастырылып тұр. Енді келесі осы постты өзгерткіміз келеді. Ол үшін осын дубликейт жасайық. Update post. Бұл постта қалады. Және слэштан кейін біздер нені береміз? Оның ID-ін береміз. Бірінші пост болғаннан кейін біз мына жерге 1 деген ID-ді берем. Және мына жерде form data емес. Бізде сурет өзгермейді. Жай ғана description ғана өзгереді. Сол үшін біз row басамыз. JSON таңдаймыз. Description. Мысалы 1, 2, 4 деген жол берейік. Біздерде өзгеру put деген методпен өтетін болады. After this field is required дейді. Бұл өзгерткен кезде де бізге онда мына жерден алып тастау керек. Яғни, так, неге жасамай қалды енді? Сұрақ. Немесе біздер patch деген метод пайдалану керекпіз. Patch деген метод пайдаланған кезде ол, яғни объекттің барлық жолын емес, тек қана бір жолын ғана өзгертеді. Сол үшін біздер patch деген методпен өзгерту жасадық. Енді description'нан бөлек автор дегенді өзгерткіміз келсе, автор деген методы өзгеріп кетті. Яғни мына read only деген жасамай тұр. Соны жасату үшін онда біз мына extra арқылы беріп көрейік. Яғни автор read only болады. Және image-да да осындай баптаулар болады. Серверіміздің қайтадан қосылғанына көз жеткіземіз де, енді қайтадан жіберіп көреміз. Мынау енді бірінші автордың посты болып кетті, енді сол үшін бізге орындалмай қалды. Так, оны енді админкамен дұрыстап жасайық. Оны админкаға кіреміз.
постты басамыз, авторға айдос таңдайық. Біз қазір так, тег деген орындалмай жатыр. Неге? Себебі біздерде тег админкаға қосқан кезде null true болу керек еді. Және blank true дейміз. Осылай миграция жасап жіберейік енді. Серверімізді тоқтатамыз. Make migrations. Міне миграциялық файлымыз тексереміз. Яғни ол тексті null және blank етті. Енді migrate дейміз. Миграция жасадық. Серверіміз қайттан қосамыз. Так, қайттан save дегенді басам. Міне өзгерді. Бұл айдосқа өтті. Мен қазір админ болып бұл өзгертіп отырмын. Так, енді қайттан апдейт жасап көрейік осыған. Авторды 1 деп. Автор өзгеріп кетті. Тағы да. Яғни апдейт деген миксен ішінде болу керек жағдай. Get serializer, сериализаторды алады. Request data. Және partial, немесе partial емес соны береді екен. Біздер дәл солай сияқты perform апдейтқа авторды беріп қойсақ болады. Құрастырған кездегідей авторды осылай беріп қоямыз. Осыға өзгертем, авторды беріп қоямыз. Енді автордың қаншалықты өзгертсем де, ол бізде өзгермейді. Тек description ғана өзгеретін болады. Осылай. Бұл put арқылы да солай жасау керек. Так, author is required дейді. Ол неге required болды? Мен қатемді түсіндім. Ол қате мына жерде список ішінде сақтаған кезде, списоктың орнына тексерген кезде біз in деп тексеру керекпіз, және списоктан гөрі tuple объектісі дұрысырақ болып есептеледі. Мұны бермесек те болады, тіпті постсериализаторға өтеміз. Read only fields деп автор мен image-ті қоя салсақ жеткілікті. Енді тексеріп көрейік. Автор 4 десем де өзгермейді. Мысалы 1 десем де өзгермейді. Себебі бұл тек оқуға арналған жол болып есептеледі. Енді осы постты алу жолын көрейік. Duplicate дейміз. Бізге мынау мүлдем керек емес. Біз none деп қойсақ болады. Get арқылы аламыз. Мен get дедім, алынып тұр. Немесе осылай бірнеше посттар қосып тастайық. Енді кезек-кезек алсақ болады осыларды. Бұл бізде retrieve пост арқылы орындалып тұр. Енді біздер постты өшіргіміз келсе, delete методын пайдаланып былай жасасақ болады. Delete post методты delete таңдаймыз. Посттың ID-ін береміз. Ешқандай басқа ешнәрсе бермейміз. Және send дейміз. Міне 2-4 қайтты, яғни біз өшірдік. Енді мысалы бірінші постты алғым келсе ала алмаймын, себебі ол жоқ біздің базада. Міне мына жерде жаңартып көрсек, 2, 3, 4, 5 қана бар. Енді осыларды админ болып, мысалы өзгертіп көргім келеді. Мен басқа адам болып кіріп та өзгертіп көргім келеді. Мысалы жаңа адам қосып салсақ болады. Jeffy деген осы адам арқылы авторизация жасаймын, және осы арқылы былай жасаймыз. Так, екінші пост осы айдостікі. Екінші пост. Біз оның постын көре алмаймыз. Оны соңынан жасаймыз. Өзгерткіміз келсе, оны өзгерте де алмаймыз. Және өшіре де алмаймыз. Міне. Ал басқа посттар өзіміздің атымыздан құрастырсақ болады. Жаңартып көрсек, міне 7, 6 мен 7-ші пост бұл Marquis деген адам атынан қосылып тұр. Бүгінгі сабақта біздер посттарды құруды үйрендік.
Енді сабақты қысқаша қарап өтейік. Мына жерде Views'та біздер list дегенді бірге жасап қойдық. Мына жерде list деген де бар. Ол тек бірақ мына логика бойынша ол барлық тізімді көрсету керек. Қазір көрейік. Listті енді жасап көрейік. List деп барлық посттарды қарап көрейік. List, posts. Posts деймізде осыған запрос жібереміз. Яғни мен міне барлық посттарды көріп кеттім. Алдағы уақытта бұны біздер жаңа фильтр қосатын боламыз. Яғни біз кімге подписка жасаймыз, сол адамның ғана посттарын көретіндей етіп жасаймыз. Немесе поисктан бір адамды іздеп, соның посттарын көретіндей етіп жасаймыз. Бірақ оны біздер лайк және адамдарға жазылу функционалын жасағаннан кейін көрсететін боламын. Әзірге бізде осы. Так, енді кодты репозиторияға салып жіберейік. Мына жерде permission, авторды қостық. Біз админді дұрыстап қойдық. Админнен көріп отыратындай модельдер. Тексті 0 дедік. Так, мұнда стрингпен қандай посттар құрылды, соны көрсеттік. Сериализаторлар, әр root операциясына бөлек сериализаторлар жазып шықтық. URLs-тан посттың роутерін дұрыстадық. Және ViewSetте осы сериализаторларымыз арқылы бизнес логикасын жазып шықтық. Мына миграцияның файлы және суреттерде постқа арналған роутерді қостық. Жалпы бұлай қарап тұрсақ қысқаша, өте қысқаша және тез орындалды. Біз бір посттың барлық функционалын 1 сағатқа жеткізбей жасап тастадық. Енді осыны коммит жасайық. Add initial post CRUD деп қойық. Commit және git push origin develop дейміз. Сабақты көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше.